Бүгінгі есепте мынадай бір функцияға қатысты есеп берілсін. fx тең болады 2-ның x плюс 1 дәрежесі. Осы функциясының кері функцияның анықталу облысын табыңыз дейді. Мына жақта осылай бір сөзбен берілген. Кейбір есептерде дәл осыған ұқсас есептерде айтады, осы функцияның мәндер жиынын табыңыз дейді. Жиынын табыңыз. Осылай сұрау мүмкін, екеуі бір нәрсе. Бір функцияның кері функциясын табу арқылы сол функцияның анықталу облысы оның мәндер жиыны болып есептелінеді. Енді яғни кері функциясы деген сөз, мына функцияға бірінші кері функция тауып аламыз, сосын барып соның анықталу облысын табамыз. Бізде айталық fx-дің орнына 2-ні қолданайық, y-ті қолданайық. Сонда бізде берілген функция мынандай 2-ның x плюс 1 дәрежесі тең болады. Мысалы fx емей бізге жазуға ыңғайлы болсын, y деп айтайық. Енді осының кері функциясын табамыз. Кері функциясы дегеніміз тұрған жерінде мына y пен x-дің орнын ауыстырып жібереміз. Ауыстырсақ не болады? Бізде 2-ның y плюс 1 дәрежесі тең болады x болады. Тек ештеңе өзгертпей орындарын ауыстырдық. Осы жерден y-ті табуымыз керек. Яғни бәрін теңдіктің келесі бетіне түсуіміз керек. Ол үшін не істейміз? Бізде мынадай бір амал бар. Мысалға, мынаны бір сан деп сипаттасақ, 2-ның 3 дәрежесі. Ол нешеге тең болады? 8. Осыны логарифм тілінде сипаттауға болады. Логарифм мына 2-ні аламыз да, дәреженің астында тұрған цифрды мында жазамыз, және бір дәрежелейміз, дәрежеден шыққан санды, мысалы 8 шығып тұр, соның төбесіне жазамыз. Тең дейміз де, мынарда қандай не тұр, өрнек тұр ма, сан тұр ма, соны осы жерге жазамыз. Яғни 2-ның 3 дәрежесі тең болады 8 дегенде логарифм тілінде логарифм 2 негіз 8 тең болады 3 деп. Осылай не алсақ болады, айналдырсақ болады. Бізде дәл мына берілген теңдеуді осылай логарифм тілінде жазамыз. Сонда біз жазсақ, логарифм дейміз да, дәреженің астында не тұр? Мысалы біздің жағдайда 2 тұр, соны жазамыз. Мына жақта не шығады? Жауабы, мысалы мына жақта 8 шықты, мына жерде x шығып тұр. Сондықтан x-ті мына жерге жазамыз. Тең дейміз де, дәрежесіне не көрсетілген соны жазамыз. y плюс 1. Енді мұнда егер түсінікті болса, мұна нәрсенің бәрін кетірейік. Так, мынадан бастап. Енді бізде жазамыз, y плюс 1 шықты ғой, y-ті табуымыз керек. Енді мұнда плюс 1-ді мұнда кері таңбамен өтсем. Сонда бізде y тең болады. Мынау тұрады, бірінші логарифм 2 негіз x, және плюс 1 не болып өтеді? Мұнда минус 1 болып өтеді. Біз y, мысалы, о баста функция y тең 2x плюс 1 болса, y пен x-ің орнын ауыстырып жібердік, y-ті таптық, бізде мынандай бір функция шықты. Яғни логарифм 2 негізді x минус 1 кері функция болады. Кері функция болады бізге мына функцияға 2-ның x плюс 1 дәрежесі тең болады y деген. Кері функцияны осылай таптық. Енді мына функцияны таптық, бірінші кері функцияны, және соның несін тап дейді, анықталу облысын табыңыз дейді. Анықталу облысы дегеніміз ол x қандай мәндерді қабылдайды. Яғни x-тің шектеулі мәндері бар. Кез келген санды қоя алмаймыз мынарда x-тің орнына. Енді осы x-тің орнына қандай сандар қоюға болады, соны табуымыз керек. Егер логарифмнің қасиеті бойынша логарифм a негізді x, осындай бір тең болады y болса, осының анықталу облысы, яғни dx деп айтады анықталу облысы, x-тің қабылдайтын мәндері бізде x үлкен болу керек 0-ден дейді. Яғни мына жерде не көрсетілді, соны үлкен 0-ден деп аламыз, және одан теңсіздікті сол теңсіздікті шешеміз. Біздің жағдайда просто x-тің өзі тұр, x-ті аламыз да 0-ден үлкен дейміз. Яғни 0-ден үлкен мәндердің барлығын қабылдай алады. Оның неге екені толық тақырыпта түсіндірме болады. Жалпы осылай. Яғни мынаны мынандай жақшалармен беретін болсақ, 0-ден үлкен дейді. Яғни мысалы саны осы болса, мұнда 0 тұрса, мұнда 1 бар, 2 бар, 3 тағы осылай кете береді, плюс x-ке дейін. Мұнда минус x-ке дейін бар, минус 1, минус 2. Яғни 0-ден үлкен деген сөз, 0-ден үлкен аралықтың бәрі не істейді, жауапқа кіреді. Яғни 0-ден не істегенде қайға қарай қарайтын болсақ, плюс x-ке плюс x-ке дейін. X-ке әрқашан жай жақша қойылады. Енді 0-ге қараймыз. 0-дің мына жерде теңі бар болса, 0-ге тік жақша қоямыз. Мынадай тік жақша қоямыз. Бірақ онда бізде астында тең деген несі жоқ. Сондықтан бізге жай жақша қоямыз. 0-ден плюс x-ке дейін. 0-ден плюс x-ке дейін деген сөз, мысалы мында тік жақша тұр, 0 кірмеу керек, ол дұрыс емес. 2-ден плюс x-ке дейін, ол да дұрыс емес. Минус 1 тіпті кірмеу керек бізде. Минус 1 деген 0-ден кішкентай ғой, бізде мына яқты қойсақ. Минус 2 ол да кірмеу керек. Енді қарайық, бірге тік жақша қойыпты. 0-ден плюс x-ке дейін деген сөз, мысалы мынарда 0 тұрса, келесі 1 не істейді, жауапқа кіреді, 2 кіреді, 3 осылай кете береді. Яғни бірге жауапқа кіретін болса, тік жақша қойсақ болады. 1-ден плюс x-ке дейін деген ол бізде дұрыс жауап. 2-де жай жақша қойып, яғни 2-де бізге жауапқа кіру керек, бірақ мына жерде жауапқа кірмейді деп қойыпты. Жай жақша тұрса, мынандай жақша тұрса, мына жауапқа кірмейтін болу керек. Бірақ біздің жағдайда 2 кіреді. 0-ден плюс x-ке дейін міне. Біздің жауап келіп тұр, бұл да тағы бір жауап болады. Минус 2 тағы да жауапқа кірмеу керек. Сонда бізде жауабы
және G нұсқалары бізде есептің дұрыс жауабы. Кері функция дәл осылай. Егер де сіздерге толығырақ ақпарат не болса біздің толық тақырыптарды түсіндірген видеоларымыз керек болса, онда WhatsApp нөмір не болмаса онда ВКонтакте парақшамыз тұр. Осыған жазсаңыздар болады.